болды. Біз жақта күн деген прям ыстық. Просто магазинге барып келгенге қап-қара болып кеттім. Еще ана жаққа машина керек бізге. Машинасыз никак, потому что жолдардың бәрі осындай. Барлығы машинамен жүреді. Или великпен, или андай электровелик бар. Даже фотосын қоям. Сондаймен жүрді көбісі. А біз пешком, поэтому бізге тоже бір нәрсе керек. Екінші күні бүгін базарға барамыз деп шештік. Ерте тұрып, сағат 8-де автобус жүретін болғандықтан таксимен біз ақша экономдайық деп автобуспен баратын болдық. Автобус сағат 8-де жүреді, біз 7:30 шықтық. Осылай билет алдық барып, сосын күтіп отырдық. Сосын үлкен осындай газель келді. Осындай газельмен қалаға жеттік районнан. Қалаға барып, оптом продукты алуға бардық. Аты районда ақша көп кетеді, продукты қымбат тоже. Оптом барып, макарон, картошка, май, күнделікті тамақ алдық. Жолға 40-45 минут па сондай кетті. Тез жеттік, себебі водитель тез жүрді. Қалаға жетеміз дегенше бір ұйықтап алдық, ұйқымызды қандырып. Сосын Павлодарды білмегендіктен Тугис арқылы жүрдік. Қайда баратымызды картаның бәрін қарап, жазып, базарларға барып қайттық. Еще бізде ақша наличка оған, күйеуім айтқан маған ақшаны ала сал деп, мен ол ала салады деп ойлап, ақшам бәрін ұмытып кеттік. Сөйтіп мамамнан ақша сұрап, осылай қалаға келіп, ақшасыз отырдық. Күттік ақша түскен. Сөйтіп таңғы асымызды осы кафеде ішіп алдық. Мен крошка жедім, күйеуім не жеген ұмыт қалдым. Осылайынан барып, көріп, базарға барып, тез продукттан алып, уже 12-де автобус болады деп, автобусқа үлгерек деп барып, продуктын алып, такси алып, вокзалға қайттық. Сол жерден автобустық таксимен қайтайық деп, назаттармен ауыр болады деп такси шақырдық. Такси 2,5 екен қаладан районға. Адам басына 2,5 болды. 5000 теңгеміз таксиге кетті. Бір видео салайын. Бұл ютубқа кететін видео. Тиктокқа, рилстарға отдельно видео түсіріп жатырмын. Горизонтально. Мынау вертикальный. Қазір Павлодардың базарына келдік. Мына жақта өртен кеткен базары. Үстін жанында оптовка бар, соған келдік. Қазір үйге қайтамыз уже. С утра сағат нешеде? 6:30-да тұрдық. Осы жаққа автобуспен келдік. По идее, автобуспен быстро жеттік, нормально. Я думала, 2 сағат жүреміз деп. Но нет, пойдет. Капец, ыстық мына жақ деген вообще. Енді осы жақтан разный видеолар болады осылайынан. Қазір такси күтіп тұр. Капец, я домой хочу. Пока. Следующий кадрларда мен уже үйде распаковка жасаватам. Так, вот, алған жатырмыз. Әне кетіп бара жатырмын ура. Капец трудно бар ғой. Ничего, үйреніп кетеміз. Білмеймін, көреміз қалай болатынын. Зато өз үйім бар. Зато өз үйіміз бар. Зато өз үйіміз. 3-комнатный өз үйіміз. Кухнясымен 4-комнатный, коридормен 5-комнатный десе. Летнигімен, банясымен өз үйіміз.
келдік. Вот продукталар. Қазір осын бәрін буду разбирать. Вот здесь все буду разбирать. И ставить по местам. Барлығын қоям орнына. Сүртіп тазалап шығу керек. До этого хозяиндар тұрған заттарын бәрін тастап жатырмын. Дәрілер бәрі тұр. Все буду убирать. Потом на место буду ставить. Я хочу вот дыню. Қыздарға дыня алдық. Дәмін көруге. Турап берем, сұрап жатыр а то. Так. Енді мына жерді жинаймыз. Мен үйдің тірліктерін бітіріп жатқанда күйеуім осылай шөпті тазалайтын адам шақырып, аншетте жан жақтағы өсіп кеткен үлкен ұзын шөптерді барлығын жұлдырып тастады, қидырып тастады. О, дворымыз тап-таза болып қалды. Және күйеуім андай тазалайтын аппаратты шақырды да. Так чисто стало. Бороды. Тауықтар. Бороды у них. Вынес мусора к вам же, да? А? Короче, надо идеально там все. Ага. Остановка. Прикиньте, а остановка это прям старая. Риска. Офигеть. Дай посмотреть. Ё-моё. Бұл біздің райондағы поликлиника прикрепленияға келдік. Осы жақта скорый шақыру үшін. Егов дұрыс істемей, осылай күтіп отырдым. Күйеуім жақта флюрама сондай нәрселер өтіп өкпесін түсіріп. Шы деген осындай давно болды осындай больницаны көрмегеніме. Поликлиниканы көрмегеніме. Кеше алған тауықтарымыз жұмыртқа берді. Енді солар жинауға барадық қазір. Оны полностью жинап алып кете ма, оларға қалдырмай ма? Білмеймін. Айбай. Мыналар тамақ таптап жүр ғой. Құмырсқаға ата кетіпті. Жұмыртқамыз бар. Ана жақта вот малина өсіп жатыр. Сосын кешкісін киініп, күйеуіміз екеуміз осылай прогулкаға шықтық. Кішкентай кенже ұлымызды алып алып, үшеуміз районды көріп, ары-бері жүріп қайттық. Сосын сол жақта речка бар екен. Соған дейін жаяу барып келейік деп шештік. Неге қазір осылай түсірмейді, я? Осымен бәріміз деген үшеуміз. Посмотреть, как там, что там можно ли попробовать.
Багыр су бол, жан. Көтені. Өлтірем. Ой. Эй. Қойды, ертең келеміз бала. Фу. Ой. Видеоға сен мұқтап атсың ба? Қамай дейін. Вода теплая? Да, Будем снимать тренд, который Сулифа деп былайға жүгіріп қайтып келетін. Бәрін дайындап қойдым. Сейчас посмотрим, получится или нет. Ауди, все. Сотка. Эмили, привет. Посмотри. Так, ба, куда? Романда. Бүгін уже екінші күн, и біз речкаға бара жатырық. Күн ыстық болып тұрды. Баллондарды алып алдық. Үй жақта пенопласт па, сондай бір нәрсе болған. Балаларды отырғызып катету үшін алып алғанбыз. Осылайынан жетіп таксимен барып, балаларға ұнап, бір 2 сағаттай шомып қайттық. Да, понял. Смотрите, как красиво. Да, очень красиво. Эй, куда пошли, блин? А? Су. Алақайым. Осылай суға түсіп, күшті демалып, қайттық. Тамақ ішкен ішінде алған жоқпыз өзімізбен. Потому что 2 сағат болдық, үйден шығардың алдында тамақ ішіп алғанбыз. Туф! Мен каналыма обязательно тіркеліп кетіңіздер, видеолар часто шығатын болады. Влогтар, ауылда не тірлік істеп жатыр, қандай өмір болып жатыр. Лайк басып, тіркелуді обязательно ұмытпаймыз. Осылайынан влогым күнім бітті. Ауылда сиырлар күнде осылай үйдің жанынан өтеді.